келді далама, табиғатым жайнаған, гүл қаптады бөктерді, нұрға толды айнала. Алақай! Самал беттен өбеді, көбелектер көбейді, құстар жетті ән салып, кен далама тамсанып. Сен мені таба алмайсың. Амансың ба, қызым? Ой, бұл кім өзі? Білесің бе, сен табиғатқа қаншама зиян келтірдің. Жүгіріп жүргенде қаншама өсімдіктер мен гүлдерді таптадың. Жәндіктердің ұясын бұзып құстарды үркіттің. Кезінде мен адамдарды көлеңкеме саялатқан алып ағаш болғанмын. Міне, адамдардың мені қандай күйге түсіргенін көрдің бе? Мен ол туралы ойламаппын. Мә, қызым, мына қалпақты ки. Сонда табиғатпен тілдесе алатын боласың. Сәлеметсің, мен Кауфман қызғалдағымын. Мен Шірен қызғалдағымын. Ал мен Альберт қызғалдағымын. Ой, қандай әдемісіңдер өздерің. Сендерді алып кетіп, анама сыйласам бекен. Біздің әдемілігімізге қызығып бәрі де жылып, алып кетеді. Одан қалса аяғымен таптап жерге жаншиды. Содан біз азайып барамыз. Біз қызғалдақта далаға көрік береміз, сән береміз. Бірақ адамдар даланың сән өз қолдарымен құрттады. Қызғалдақтың қазақ жерінде 34 түрі бар. Соның 13-і осы оңтүстік өлкесінде өседі. Адамдар өте көп жолғандықтан біз қызыл кітапқа енеміз. Сен осында екенсің ғой. Ал, мынау саған. Не олай еттің сен? Сен білесің бе? Олар да табиғаттың бөлшегі. Табиғатты сен де, мен де аялауымыз керек.